Сәлем достар, каналымызға қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бір қамырдан екі түрлі тағам дайындайтын боламыз. Олардың біреуі сосиска в тесте деп аталады, яғни қамырға оралған сосиска, ал екіншісі достар бізде кәдімгі өзіміздің пісіретін бауырсағымыз, осындай пышный болып, томпақ болып пісетін бауырсақпен сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Дайын болсақ кеттік достар. Осы екі тағамның қамырын дайындау үшін бізге 1 стакан жылы су және 1 стакан жылы сүт қажет болады. Суымыз бен сүтіміздің жылы болғаны өте маңызды. Оның үстіне 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық шекер салып, жақсылап араластырып аламыз. Ары қарай оның үстіне 1 ас қасық сухой дрожжімізді салып, жақсылап оны да араластырып алуымыз керек. Енді осы араластырып алған сүтіміз бен суымызды және қосқан барлық қоспамызды 5-7 минутқа жылы жерге қойып қоюымыз керек. Апара дайын болғанға дейін біз ұнымызды електен өткізіп аламыз. Апарамыз дайын болды. Міне осылай көпіршіктер пайда болады. Бұл көпіршіктер апарамыздың дайын болғанын көрсетеді. Оны жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін үстінен аздап ұн сала бастаймыз. Ұнымызды салып, қамырын илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін 2 ас қасық сұйық майды құйып, тағы бір рет қамырымызды жақсылап мұжитын боламыз. Ұнды көп салып жібермейміз, өйткені қамырымыз қатты болып қалады. Осылай маймен жақсылап мұжып, қамырымызды тағы ыстық жерге қойып қоятын боламыз. Қамырыңыздың үстінен осылай пищевая пленкамен орайтын болсаңыздар, қамырымыз ыстық жерде тұрады және тез көтерілуіне көмектесетін болады. Тестамыз 15 минут ыстық жерде тұрды. Міне қараңыздар қалай жақсы көтерілген, бізде көпіршіктеніп жақсы болып көтерілген. Енді осы тестамызды тағы 5-6 рет үстінен басып, 5-10 минутқа тағы қойып қоятын боламыз. Ал пока тестамыз көтерілгенше біз сосискаларымызды дайындап аламыз. Менде осы жерде утренний деген сосискалар, бұлардың қалыңдығы өте қалың болғандықтан мен бірінші сыртын жақсылап тазалап алғаннан кейін оны ортасынан бөліп шығатын боламын. Егер сіздердің алған сосискаларыңыздың қалыңдығы онша қалың болмайтын болса, онда сіздер ортасынан бөлмесеңіздер де болады. Енді кейбіреулер сосисканы алдын ала қуырып жатады. Сосискамызды дайындап жатқанда уже біздің қамырымыз дайын болды. Шетінен үзіп алып, осылай шарик жасайтын боламыз. Көзбен шамалап, өлшеп, кішілеу етіп үзіп алып, шарик жасап, домалақтап шығамыз барлығын. Сосискамызға жететіндей етіп, домалақтап дайындап аламыз. Қалғанын бауырсаққа қолданатын боламыз. Шариктеріміздің бетін жауып 5-7 минутқа қойып қоямыз. Олар одан ары көтерілетін болады. Ары қарай шариктерімізді оқтаумен жақсылап жайып, ортасынан 2-ке бөліп аламыз. Ішіне осылай сосискамызды салып, қамырмен жақсылап орап аламыз. Бізде осындай сосиска в тесте бәрі дайындап алдым. Майымызды тапамызға құйып, жақсылап қыздырып алғаннан кейін сосискаларымызды біртіндеп салып қуырып аламыз. Бір жағын жақсылап қызартып қуырып болғаннан кейін екінші жағын да тура солай қызартып қуырып алуымыз керек болады. Дайын болған сосискаларымызды біртіндеп тарелкаларымызға салып аламыз. Міне қыздар, бізде осындай әдемі пышный, қып-қызыл болып сосиска в тесте дайын болды. Ары қарай біз сіздерге ішін бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ болып піседі және толықтай піскен әдемі болып осылай болып шығады. Енді қалған қамырымызды жайып алып, бауырсақ дайындайтын боламыз. Оқтаумен жайсаңыздар да болады. Мен бір жерде қолмен жайып алдым. 4 бұрыштай етіп кесіп алдым. Сіздер домалақтап кесіп алсаңыздар да болады. Майында қыздырып алып, бауырсақтарымды біртіндеп салып, бір жағын қызартып, жақсылап пісіріп,
бір жағы піскеннен кейін екінші жағын аударып, екінші жағында әдемілеп пісіріп алдым. Майымызды жақсылап қыздырып алуымыз керек, қыздар. Әйтпесе бауырсақтарымыз біздің көтерілмей қалады. Мына қарап тұрғандарыңыздай бізде әдемі, пышный, қып-қызыл болып бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздермен осы рецептімен дайындап көріңіздер, қыздар. Өте дәмді және әдемі болып шығады бауырсақтарыңыз да. Сосиска в тесте де әдемі болып шығады. Достар, егер бүгінгі жасаған рецептіміз сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Біздің каналымызға тіркеліп, басқа да рецептілерімізді көріп, өздеріңізде жасап көріңіздер. Нәтижесімен комментарийде бөлісіп отырыңыздар, достар.